Жаңақорған ауданы Байкенже ауылының тұрғыны Рахым Ахмет деген азаматтың 500 малының 110-нан астамы белгісіз алаңнан бас-аяғы 3 күн ішінде қырылып қалған. Азамат алғашқы күні-ақ шұғыл түрде жергілікті мал дәрігерлеріне хабар береді. Асықпай жеткен ақ халаттылардың шыдамдылығы дейміз бе, әлде тілсіз жануардың киесінен қорықпағанынан дейміз бе, әйтеуір алшаң басып жүргендігіне таң қалдық. Төтенше жағдай 3 күн ішінде 100-ден аса малдан айырылса да, жарияланбағаны қатты алаңдатты. Тіпті өздері өртеген 300 малға да акт толтырылмаған. Сөзге тартсақ, асығатын сыңай танытпады. Жаңа Осы ауданда ма? Бұл жағдай қашан болды? Енді малдың егесінің айту бойынша 2 күн бұрын болған дейді. Кеше жалпы бізде осы енді біздің тақа болжамды диагноз бойынша енді лептоспироз ауруына күдіктеніп тұрық. Енді негізгі диагнозды лабораторияға қояды, лабораторияға патоматериал өткізетін боламыз. Өткізетін боласыз ба, или өткіздіңіз ба? Өткізген жоқпыз әлі. Неге? Енді көріп тұрмын, мен өзім жаңа келдім. Бүгін білдіңіз ба сіз? Кешегі 30 малды көмген ше? 80 бас малды. Жаңа ветеринар жігіттер келіп өртеді деп айттың ғой, акт жасалған жоқ. 20-сын кім қайта беркес? Мына бет врачы 30-ын өртедің ба, қаншасын өртедің? 30-ында бар мына. 30-ында барсың. Екеуіңіз бір жерде жұмыс істейсіздер ма? Жоқ, бірақ мен 50-ін өзім өртедім. Ауылдық округтерде істейді ол бұлар. Жоқ, бұлар сонда сіздерге хабар бермеген ба бұл кісі? Бұл кісі бұлар кеше телефонмен хабарлады. Сөйткенде биылға бізде бұл ауруға вакцина жоспардан алынып тасталған. Бірақ төтенше жағдайлар несіне айтып, шара көрдіңіздер ме? Жоқ, олай хабарланған жоқ әлі. Неге? Ресми әлі жарияланған жоқ. Біз көзіміз жетпейді толық. Жоқ, жаңа біздің көзіміз жетіп тұр ғой, ол жерде өліп жатыр. Бір қойлардың көзі жоқ. 30 малды өртеген кезде де төтенше жағдай. Жоқ, төтенше жағдай болған жоқ. Дерттің қайдан басталып қашан тоқтарын білмей, шарасыз күйде шопан жүр. Бар уайымы ылаң адамға жұқпаса екен, басқа малдар балаларымның несібесіне қалса екен деген тілегі ғана. Қайтсын, ерні кезеріп, ен далада ұл-қызым деп жүрген шаруа емес пе? Малға 120 мыңға вакцина алдырған мал дәрігерлері оның 14 күн ішінде әсер ететінін айтқан. Мемлекет тарапынан бөлінетін вакцинаны сатып алғанын айтпағанда, ол дәріні қандай оймен алдырды деген сұрақ туындайды. Себебі олар диагноз қоймаған. Іс тексеріліп, зертханаға өтпеген. Сонда 120 мыңға алған вакцинаны кім тағайындады? Иә, сұрақ көп, жауап жоқ. Журналистік зерттеу жалғасады. Осы айналада бәрі қойшылардың бәрі осы нан талап жасап отқан осыдан ғой. Сізден басқа қанша адамның қойы кетті? Мен ол басқа адамдарға жауап бермеймін. Өзіме 100 бас таза кетті. Басқа адамдар білмейсің. Мына басқа адамдар білмеймін. Мына малдан қазір 14 күнде не болады дейді маған. 14 күнде бактерия тарқайды дейді. 14 күнге шейін мен 500 малдың бәрі таусылатын шығар. Сонда мысалы кім маған жауап береді? Мынаны актілеп атқанда жоқ, сырғасына да қарап атқан жоқ, ештеңге қарап атқан жоқ. Креслода отырып алады, практиканттарды жұмсайды, практиканттар бар, укол салады. Бұл нақты қан сикек па, жоқ басқа ауру ма, әлі дәл тексерілген де жоқ. Тексерілген 120 мың ақшаға мен сатып алдым қазір вакцинасын, ауруын. Осы ауру деп айтты. Осы ауру деп айтты. Кім айтты оны осындай, бұл қан сикек деп? Осының қан сикек деп менің... Жаңа Ахмет па? Сол айтты. Өртемегенде ғой, жөндеп жанбаған сияқты. Арты жанға да жоқ. Асты жанға, бет жанға жоқ. Мына бірақ бөлігі. Мына жерде 4 бөлігі жатыр мал. Мына жердің өзінде қазір 50-дің үстінде мал жатыр. Мысалы агрессивнен қоршап мына жерді. Мына басқа малдар ит. Мысалы, иттен басқа түлкі таратады мынаның келесіне екен. Ешқандай сақталмай жатыр дейсіз ғой. Ешқандай сақталмай. Мына қандай агрессивне бар мына жерде. Карантин деген жоқ. Мысалы, карантин мен мал ауырып жатыр ма, карантин беру керек. Ауданнан келу керек. Бір адам келмейді. Төтенше жағдай хабарлану керек. Төтенше жағдай хабарлану керек.